Қыздар, барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін осындай шашырақты қолдан кілемше істейміз. Тек қана бізге керек емес киімдеріңіз болса болғаны. Соларды қиып, тігіп, осындай күшті, қалың, кіре беріс жерге қоятын кілемше тігеміз. Қызықты болса, менің арнамнан алыстамаңыздар. Қыздар, неке біз маталарымызды былай қиып алдық бәрін. Енді бізге основасын дайындау керек. Неке дайындап алдым. Асты, яғни дөңгелек қылып жасасаңыздар да болады. Мен сопақша қылып істедім. Мен былай сопақша дайындап алдым основасын. Енді біз сіздер дөңгелек қылып жасасаңыздар болады. Осының шетіне жаңа қиған маталарымызды тігіп шығамыз. Ол үшін неке мынаны қойып, мына жақтан түсірсейін. Мынау шетіне бүйтіп, мынаның шеттеріне полностью былай қойып шығамыз. Былай, сосын былай. Бірін күреп, былай, егер қалың болып кетсе, her türlü böyle her türlü bir полоска қара, bir полоска сары. Шет жақтарына тігіп өтеміз. Қыздар, неке осылай бірінші қатарды болды, тігіп шықты. Енді екінші қатарда былай жасаймыз. Ол үшін мынаны былай қайтарамыз да, мына шашақтарымызды осы жерден 1,5 сантиметр төмен түсіп, не 1,5 сантиметр, неке 1,5 сантиметр түсіп, сол жерге мына матамызды ортасынан алып, сол жерге 1,5 сантиметр осы жерге тігіп шығамыз маталарымыз. 1,5-нан асып кетпеу керек. 1,5, не болмаса 1 болады. Солай тігіп шығамыз, қас тігеміз. Неке арасы 1,5 сантиметр, 1,5 сантиметр болып тұр. Неке қойдым, мен бірден екеуін қойып алам. Сосын тігеміз. Осылай біз екінші қатарымызды тігіп шығамыз. Екінші қатарды тігіп шықтық. Енді үшінші қатарда тоже самый арасы 1,5-2 сантиметр жер істеуге болады. Осылай қойып, қатарынан тігіп шыға береміз. Қалған қатарларды осылай біткенше, ортасына біткенше бүйтіп айналып тоқып тігіп шығамыз. Қыздар, осымен біздің кілемшеміз дайын. Осындай шашырақты болып шықты. Егер сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, менің арнама жазылыңыздар, Instagram аккаунтыма жазылыңыздар. Сау болыңыздар.